대화 1. Самға. Бірінші диалог. Даниэль мен Чионың әңгімесі екен. 다니엘 айтады. 지연 씨, 오후에 시간 있어요? 네, 왜요? 지연, түстен кейін уақытың бар ма? Я, не үшін? 그럼 저하고 같이 배드민턴 치러 가요? онда бірге, менімен бірге бадминтон ойнауға барамыз ба? онда барамыз дейді. барамыз дейді. 좋아요. 어디로 갈까요? жақсы. қайда барайық дейді. 건완이나 체육관이 어때요? парк не саябақ дейміз. саябақ немесе саябақ пен спорт алаңы, спорт залы қалай дейді. 체육관으로 가요. 건완은 여기여서 좀 멀어요. спорт залға қарай, спорт алаңына қарай барайық дейді. ойын алаңы, спорт алаңы, спорт зал. саябақ бұл жерден кішкене алыс дейді. мінекей сіздерде үйде 9 сыныпта қайталап жаттығыңыздар, жазыңыздар. әрқашан айта беретін болдым сіздерге. келесі 대화 2. екінші диалог. 원메이 씨, 오후에 시간 있어요? 원메이, түстен кейін уақытың бар ма? 네, 있어요. 왜요? 그럼 우리 같이 시험 공부할까요? Я бар. үшін жайма. онда біз бірге емтиханға дайындаламыз ба? 좋아요. 언제 만날까요? жақсы. қашан кездесеміз? қашан кездесейік? 4시나 3시에 만나요. сағат 3-те немесе 4-те кездесеміз дейді. егер өздеріңізде осылай мына көктің орнына келесі басқа сөздерді қойып жаттығыңыздар, достарыңызбен бірге рөлге бөліп ойнап жаттығыңыздар, жазып, тыңдап, қайталап жаттығыңыздар. келесі бөлімде тұтқи мен сықиды түсіндіремін. тұтқы, сықи дегенді, одан кейін арғы мараги бөлімдерді түсіндіремін.